Мысалы үшін үлкен осындай дүкендерде, әмбебап дүкендерде дәрі сататын дәріханалар бар, және ол аз болғандай қан алатын да жер бар. Мысалы үшін бұл жерде анализ тапсыруға болады. Америкада кең тараған осындай нәрсе бар. Мына дүкен $3, яғни доллар ағашы деген. Не болса да $1-дан. Көріп атқан заттың әр қайсысы $1 тұрады. Бірақ бір кітапты көремін, кітаптар $1 тұруы мүмкін емес қой, бір кәдімгі жақсы кітаптар $15 тұрады. Бірақ мынаның барлығын, әр бір тауарды, әр бір зат $1 тұрады. Мысалы, көріңізге бағасы жазылмаған, өйткені барлығы $1 тұрады. Ойыншық бар ма? Барлық заттар $1 тұрады. Мына бір тұтынғанға жараған нелер ғой, тарелкалар, бір пайдаланып тастайтын открытка, конверттер. Міне кеңсе тауарлары бар мына жақта. Міне қаламдар, әрбір пачкасы $1 тұрады. Дәптерлер $1, блокноттар $1, қайшы $1, степлер $1, әрбір зат $1. Мінеке папкаланышмен жарайды. Сол мына ағайын $3 дейді. Міне $3 дейтін ғажап дүкен бар. Қараңыз, міне қанша зат алдық, барлығы $1. Көрдіңіз мына чекті. Енді қараңыз, спортқа алдық, совок, мына жақта комет бар, әрқайсысы мысалы үшін ұзаққа жетеді. Дәптерлер бар, кеңсе тауарларын алдық. Нені ғана алмадық, көрдіңіз ба? $1 әрқайсысы. Ал енді көрдіңіз ба, $3, міне $3 дейтін дүкен осындай. Америкада болсаңыз арзан затты аласыз, келіп үйіңізге керекті. Басқа дүкендерден алмаңыз, қымбатқа шығады. Калифорнияда электро көліктер дамыған, осындай несі қуат беретін, электр қуат беретін станциялар бар. Мына жерде әрбір үлкен дүкеннің қасында. Жай көліктерге қоюға болмайды, жерде тек қана электр қозғалтқышы бар көліктер ғана тұра алатын жерде. Міне балмұздақтар, қаншама балмұздақтар бар, көрдіңіз бе? Мына бәрі балмұздақ. Ассалаумалейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Міне мен мына автоматикалық көлік жуу орталығына келдім, мына Корея тауында. Енді осы тәжірибем туралы сізге қысқа ғана не түсірейін деп едім, хабарлама. Міне көлікпен мынадағы төлейтін жерге жақындадым. Мына кіретін жер негізі. Мына жақта карточканы тығамын да, мына жақта $7, $10, $13, $17. Әр түрлі жуудың нелері бар, түрлері бар. Соң ең арзан алам $7. Қалған өзім жуам, себебі мына жақтағы адамдар жуамайды екен біздің елдегідей. Соны көрейік ары қарай алып. Міне төлеп едім, автоматикалық түрде мына шлагбаум ашылды. Енді кір дейді, соған енді кірейін деп жатырмын. Не істейтін білмеймін. Мына кісілер қазір қабылдайды ғой машинамды, сонда екен тағы түсіремін. Мінекей нейтралкаға қоясыздар өйстіп, сөйтіп бір нәрсені сеуіп жатыр ма жігіттер, білмеймін. Мен мына бұның алдында мына орысша арнама, мына кішірек
көлігімізді қалай жуғанымды салғам. Мынау енді сол кіші көлігімді сәл жырған сияқты болды. Дәл осындай жуатын орын, ана ленталары біртүрлі не жұмсақ емес болды ма, әйтеуір не болған білмеймін. Мінекей енді сол басқа жерге келдім енді. Мына жер енді машинамды жырмайтын шығар деген үмітпен. Көлік мына нейтралкада тұр, өзінің тартатын жері бар, сол дөңгелегінен тартып жатыр. Сабындап атқан түрі ғой енді. Айбай, енді осы нелер, осы маталар жырмаса болды енді көлікті. Тағы сауындап жатыр ма? Енді мына көліктің төбесін жақсылап сүртеді ғой енді. Сол себептен салаңдап тұр үстіне. Мына жақта не істейді енді? Қайттан жуа ма? Енді суменен жуады. Енді мына фен бар, мына фенмен кептіреді ау деймін. Өйткені әнекей үрлеп жатыр ән. Енді тоқтайды, сөйтіп ары қарай өзім машинамды қосып ары қарай алып кетуім керек. Алып кеткенде неге апарам ғой, мына жерде шаң сорғыштар бар, сол шаң сорғыштың қасына барып дұрыстап ары қарай екі шүберегімді алып келгем, сол екі шүберекпен сүртем ғой енді барлығын. Әне, болды. Ал енді мына жерде нелер бар, аны көрдіңіз бе? Кешкі сағат 8-ге дейін істейміз деп айтты. Мынау енді жуып сүртіп шаңын соратын жер. Бір жерге тұра салайық, мұн жаққа тұра салайын екен. Келдік. Енді ары қарай көлігімді ары қарай тазалай берем ғой енді. Қараңыздар, мына
Бұндай тәжірибе болмаған менде әлі. Мына үлкен осы бір ғимаратта, бірінші қабатында. Барлығы бос болған уақытында. Сөйтіп, бірнеше кафелер ашылған ғой. Бірнеше кафелер ашылып, бәрі бөлек кәсіпкерлер, бірақ бір жерде тамақ істейді екен де барлығы. Сөйтіп, мысалы, интернет арқылы сатады тамақтарын. Мысалы, бір адресте бірнеше кафеде қызық, ондай көрмегем әлі.